Белгілі болғандай, коронавирустан көз жұмған дәрігерлердің отбасына әу баста уәде етілген 10 миллион теңге өтемақы төленіп жатқан жоқ екен. Шымкентте індет құрбаны болған медицина қызметкерлерінің отбасына 1 миллион теңгеден өтемақы берген. Туғандарына дәрігерлер мен медбикелердің өліміне ковид емес, пневмония себеп болды деген жергілікті билік өкілдері. Осылайша ел президентінің тағы бір тапсырмасы аяқсыз қалуда. Мемлекет басшысы коронавирустан қайтыс болған дәрігерлердің отбасына 10 миллион теңгеден өтемақы төлеуді үкімет пен әкімдерге жүктегенді. Осылайша Шымкент шаһардың әкімі Мұрат Әйтенов 10 миллион тек коронавирустан көз жұмған дәрігерлердің туғандарына ғана тиесілі деп отыр. Пандемия барысында бұл өңірде 9 медицина қызметкері қайтыс болды. Бұлар дәрігерлер, медбикелер. Марқұмдардың қауіпті індетпен күресте аянбай қызмет еткені мәлім. Шымкент әкімдігі арнайы комиссияның қорытындысында күтпей марқұмдардың өліміне пневмония себеп болды деген шешімді шығарып қойды. Ал денсаулық сақтау министрлігінің өкілдерінің айтуынша, қайтыс болғандар туралы мәлімет еңбек министрлігіне түскен кезде барып, отбасына өтемақы төленеді деп отыр. По нашим данным, умерло, к сожалению, Өкінішке орай 51 әріптесіміз осы індеттен көз жұмды. Туғандарына көңіл айтамыз. Өтемақы төлеу бойынша мынандай механизм бар. Өңірлік комиссиялар бар. Олар әрбір жағдайды жеке қарап, ауруды жұқтыру және өлімнің себебін анықтайды. Қазіргі денсаулық сақтау министрлігі өңірлерден жинақталған мәліметті тексеру бойынша тиісті жұмыстарды жүргізіп жатыр. Барлық мәлімет еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне жіберіледі. Олар мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлем беруді ұйымдастырады. Майданда жүргенде еңбек етіп жатқан дәрігерлер қауіпті індетті жұқтыруда. Көптеген медицина қызметкерлері коронавирусқа шалдығып, емделіп, қайта қатарға қосылып жұмыс істеп жатыр. Қорғаныс киімдері қанша жерде мықты болса да, ақ халаттылар қорғана алмауда. Хал үстінде жатқан науқас үшін күресіп жүрген дәрігерлерді бұл індет айналып өтпейді. Керісінше оларға қатты соққы болып тиюде. Індет жұқтырғандар мен құрбан болған медицина қызметкерлеріне өтемақы төлеу үшін жергілікті жерде шенеуніктер министрлікке өтініш беруі керек. Мәлім болғандай, өңірлерден коронавирустан қайтыс болған дәрігерлерге өтемақы төлеу туралы ешқандай өтініш келіп түспеді дейді еңбек министрі. От управления здравоохранения регионов поступило 123 заявки. Алты аймақтан 123 өтініш түсті. Тиісті тәртіп бойынша біз 3 жұмыс күнінде әлеуметтік сақтандыру қорынан 2 миллион теңгеден осы өтініште көрсетілген өтемақыны төлейміз. Осы 123 өтініштің ішінде індеттен қайтыс болған медицина қызметкерлері бойынша өтініш түскен жоқ. Яғни наурыз айынан бері бірде-бір дәрігер өтемақы алмаған деген сөз. Онлайн брифинг барысында журналистер тарапынан көтерілген бұл сұраққа комитет басшысы Сұлтанғазиев титықтап жауап бере алмады. Данная работа на сегодняшний день проводится. И дополнительно вам сообщим. Спасибо. Бүгінгі күні елімізде 51 медицина қызметкері қауіпті індеттің құрбаны болды. Ал пандемия басталған бетте дәрігерлер қорғану киімдері жетпей жатқанын айтып шағымданған болатын. Кейін оларға ерен еңбектері үшін тиісті жалақы төленетіні айтылды. Науқастармен тікелей жұмыс істеп жатқан дәрігерлерге 850 мың теңге төленеді дегенді. Алайда бұған бәрібір қол жеткізді деп айту қиын. Дәрігерлер наразылық акциясына шыққан сәттер де болды. Енді індеттен көз жұмған медицина қызметкерлерінің ПТР тесті коронавирусқа оң нәтиже көрсеткен жағдайда ғана оның отбасына 10 миллион теңге берілмек. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТТК 42 телеарнасы, Елордадан.